Мендегі инкубатордың аты Несушка, 104 жұмыртқаға арналған. Алдымен инкубатордың корпусын дұрыстап қоямыз орнықты жерге. Мынау уровень көріп отырғаныңыздар. Инкубатор қисық тұруға болмайды. Жалпы Несушка инкубаторы өзі заводтан шыққаннан негізі дұрыс инкубация жасай алмайды. Бір жағы қатты қыздырып жібереді жұмыртқаларды, бір жағы суытып жібереді керісінше. Сол үшін кішкене болсын неден өткізу керек те, модернизациядан. Мен мынандай вентилятор қойдым. Бұл 12 вольттан жұмыс істейді. Ал тен 220 вольттан. Мына жерде былайынан 4-тен тұрған. Оның бәрін алып тастадым, себебі ол тоқты көп жейді. Бәленбай киловатт жеп тастайды күніне. Сол үшін оның бәрін алып, оптимальды вариант біреуін қалдырып, жаңа соған желді жақсы өрлеп тұратын мынандай вентилятор қойдым. Вентилятор компьютерлердің нелерде кулер, кішкентай вентиляторлар бұған жарамады. Өйткені олардың мощности аз, дұрыс өрлей алмайды. Олар кәдімгі 5 вольттан, 7 вольттан қорек алатын вентиляторлардың мощности жетпейді. Бұның мощности мен примерно айтайын. 12 вольт 0,172 ампер дейді. Осындай тоқ көзінен қорек алады. Бұл вентилятор кішкене аналарға қарағанда мощный, жақсы айландырады, жақсы өрлейді. Осының есебінен инкубатордың ішінде оптималды температура болады. Сыртын жапқанда осылай көрінеді. Мынау бізде жаңағы 12 вольттан істейтін нені вентиляторды айландыратын терморегулятор. Ал мынау 220-ға арналған. Міне инкубаторды тоққа қостым. Көріп отырғандай терморегуляторлар қосылды. Вентилятор істеп тұр. Көрдіңіздер ме? Вентилятордың арқасында равномерный болады температура. Бір қалыпты болады екі жақта да. Мысалы үшін қазір біреу төмен жақта тұр, ана жақта датчик. Екіншісі не мына жақта тұр. Екі жақтында температурасы бір. Әрқайсысы әр нүктеге есептесек қойып жаңа. Сонда температуралар барлық жерде примерно бірдей болу керек. Мен көріп отырсаңыз 23-те, қазір 23-те 5 градус болды. Міне инкубаторды қостық. Қазір енді істеп тұр, өзінің керекті температурасын алды. 37-де 7. 37-де қосылады терморегулятор. 37-де 8-де өшеді. Екі жақта да бірдей, почти температура. 0,5 температураға дейін ештеңе етпейді, егер ауытқу болатын болса. Міне достар, өздеріңіз көріп отырғандай жұмыртқаларды салдық. Бұлар қаздың жұмыртқалары. 8 жұмыртқа салдық. 8 жұмыртқа алып кепті. Бірақ мына жерде айтатын нәрсе мына сияқты. Слишком кішкентай жұмыртқадан көрдіңіздер ме? Мыналардың жанында вообще кішкентай. Бұдан балапан болады деп ойламаймын. Үйректің жұмыртқасынан үлкендеу, бірақ қаздың жұмыртқасы деген мынандай болу керек. Мынандай. Үлкенірек болу керек. Бұның ішінде балапан болса да, по-любому дұрыс жетілмейді. Суды құйдым. Мұнда 6 ячейка бар негізі. Соның қазір екеуіне су толтырып қойдым. Пока что сол жетеді. Енді қалғанын 8 күннен кейін бірінші авоскопирование жасаймын. Сол кезде көрсететін боламын.
Бүгін инкубацияның екінші күні жаңа свет өшіп қалды. Примерно 1 сағаттай свет өшіп тұрды. Инкубатор қазір қосылды. 36-да 6 көрсетіп тұр. Бізге 37-де 8 болу керек. Жалпы басында свет өшу ең қауіпті кез инкубация уақытының. Өйткені жұмыртқаның ішіндегі ұрық өліп қалуы мүмкін. Ал жо 1 аптадан кейін жаңағыдай 1 сағат, 2 сағат өшкен ол аса қауіпті емес. Бүгін сәуірдің 19-ы. Кеше ұмытып кеттім, аваскопирование жасайым деп. Кеше 8 күн болған жұмыртқалардың тұрғанына. Бүгін 9-шы күн. Қазір аваскопирование жасаймыз. Мұнда бар. Мұнда да бар. Кішкентай жұмыртқада жоқ. Жаңа көрген жұмыртқа бар бұнда. Бұнда не тұр? Бұнда да бар. Жұмыртқаның жоғары жағын қарасаңыздар, қара алтын болып тұр ғой. Осы жұмыртқаның ішінде дамып жатқан балапан. Камера дұрыс көрсетпей тұр. Не, мұнда да бар. Жұмыртқадан 29-30 күн. Яғни 1 айда балапан шығу керек. Басқа құстарды алатын болсақ, тауық мысалы үй құсы 21 күн, 19 бен 21 күннің арасы. Үйрек 28 күн. Ал мускусная утка деген бар ғой, индоутка дейміз. Или немесе американская утка дейді. Оңтүстік Америкадан алып келген ғой бұрын. Олардікі 35-40 күннің арасы. 35-37 күн деп жазылады, 40 күнде шыққан кездерде болған. Емке болса уақыты осындай. Әр құстың өзінің белгілі бір инкубациялық осындай уақыты бар. Бұл алып келген жұмыртқалар инбридинг жұмыртқалар. Яғни бұлардың
әке шешесі бірге атан шыққан ғой, бір-бірімен туысқан деген сөз. Бұндай жұмыртқадан шыққан балапандар әлсіз болады, дұрыс өспейді сондай. Енді не бар, не алып келді, соны инкубация жасап жатырмыз. Мына жерде қарасаңыздар 32-де 8, 33-де 8, 1 градус ауытқу көрсетіп тұр деп ойлайсыздар. Бірақ бұл қазір температура барлық жерде бір қалыпты. Қайтадан өзінің нормасына келеді. Әбден қазір просто бір жағында екі жақта тұр, бір жағы суықтау, бір жағы жаңа жұмыртқалар жатқан жақ деген сияқты. Сол үшін сондай ауытқу болып тұр. Бірақ бұл біраз тұрып жұмыс істегеннен кейін бәрі норма болып, ол өз орнына келеді. Температура бірдей болады барлық жерде. Бұл инкубацияны мен осыдан 2-3 жыл бұрын бастадым. Және қазір инкубация туралы көп нәрсе білем. Енді бәрін білем деп айта алмаймын, бірақ біраз нәрсе білем. Дұрыс қалай жасау керек, қандай режимдары бар, жаңағы влажность дейді, ылғалдылық инкубатордың ішінде қандай болу керек, температура қандай болу керек. Жалпы егер инкубациямен айланысатын көрермендерім болса, айтар едім. Көбісі айтады да, осы инкубаторға көп нәрсе байланысты. Инкубаторға көп нәрсе байланысты емес. Инкубатор осының ішінде, инкубатордың ішіндегі температураны бір қалыпта ұстаса, герметичный дейді ғой, жан жақтан суық кірмейтіндей болса, және ауаның алмасуы, мысалы үшін мына жерде мынандай тесіктер бар, олардың бәрін жауып қойғам. Балапан уақыты келген кезде, шығайын деп жатқан кезде бұл тесіктерді ауа алмасатындай ашып тастау керек. Ашып тастамасаңыз, ауа дұрыс жетпей, оттегі дұрыс жетпей, балапан тұншығып қалады. Одан кейін айтатын жайт, ол инкубатордың ішіндегі ылғалдылық. Көптеген инкубациямен айланысатын адамдар балапан шығарға 1-2 күн қалған кезде инкубатордың ішіндегі ылғалдылықты 85-95%-ке дейін көтеріп жібереді. Чтоб жаңағы балапан шығар кезде қиналмасын дейді. Неғұрлым ішінде влага көп болатын болса, жаңағы ылғалдылық инкубатордың ішінде, соғұрлым жұмыртқаның қапшығы жібейді дейді. Бірақ бұл өтірік нәрсе. Жұмыртқа кальцийден тұрады, сыртқы қабығы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Ол суға ешқандай сумен әрекеттеспейді. Жаңа кальций карбонаты H2O мен ешқандай реакцияға түспейді. Яғни су көп болды деген сөз қабықты жұмсартады деген сөз емес. Неғұрлым жаңағы ішіндегі влажность көп болған сайын инкубатордың ішінде, біріншіден балапанға ауа дұрыс тыныс алуына кедергі келтіреді. Ал екіншіден, мысалы балапан дегеніміз қандай суда жүзетін құс болса да, мысалы үшін мына қазы, үйрек болсын, суда жүзгенмен бұл балық емес. Оның желбезектері жоқ, судың астында тыныс алатындай. Сол жаңағы балапан жұмыртқадан шыға бастаған кезде, ол тұмсығымен жұмыртқаның қабырғасын ұрғылап аша бастайды. Сол кезде жаңағы артық влага ненің ішіне, жұмыртқаның ішіне, жаңағы балапанның тескен жеріне жиналып, су балапанды тұншықтырып тастайды. Бір сөзбен айтқанда, суға тұншығып өледі да балапанның жұмыртқада жатқан. Сол үшін аса қатты влага керек емес. Егер сіз өзіңіздің жаңағы инкубациялық режиміңізді дұрыс қолдансаңыз, бәрі соған байланысты болады. Инкубаторға 30% байланысты деп айтсақ болады. Бүкіл инкубацияның қалған 70% ол инкубаторға мүлдем байланысты емес, балапанның шығуы. Балапанның шығуы қалған 70% бұл жаңа родительский стадо дейді ғой, жұмыртқаның әке шешесі, соның денсаулығына байланысты, көп жағдайда соған байланысты. Егер жаңағы әке шешесі откорм
жеген жемі сапалы жем жейтін болса, дұрыс жем жейтін болса, витаминдер бәрі жеткілікті. Және ешқандай ауырмаған болса, онда сізде жақсы балапандар шығады. 70% осыған байланысты. Барлығы осы жұмыртқаның әке-шешесіне байланысты. Және осыған қосатындай, алдында айтып өткендей, инбридинг болмау керек. Инбридинг деген сөз, жаңа бағанада айтып өттім, бір-бірімен туысқан, яғни бір ұядан шықпаған болу керек. Әке-шешесі бір-бірімен туысқан болса, онша уже генетический отклонение болады. Одан шыққан балапандар сапасыз, аурушаң, сондай болып қалады. Алдында маған тағы 9 жұмыртқа алып келді, міне. Алдындағы 5 жұмыртқа жатқан, новый 9 жұмыртқа. Бұл жұмыртқаларға бүгін 7-ші күн жатқанына қазір авоскопирование жасап көреміз, тексеріп. Балапан бар ма, жоқ па? Міне мұнда бар. Сіздерге көріне ме, көріне, камерадан дұрыс көрінбейді. Егер көзбен қарасаңыз, жақсы көрінеді. Паучок деп атайды. Өрмекші сияқты. Ортасында жаңа міне балапан ұрығы, жан-жаққа қан тамырлар тарамдалып тұр. Жақсы көрініп тұр. Міне мұнда да бар. Мұнда да солай. Міне мұнда да бар. Міне мұнда да бар, бірақ әлі кішкентай. Мұна жұмыртқа дұрыс дамып жатқан жоқ. Мұнда ештеңе жоқ. Мұнда тоже кровяное кольцо дейді. Басында болған ұрық, бірақ белгісіз бір себептермен өліп қалған. Міне мұнда бар. Камерадан дұрыс көрінбейді, паучок бар. Міне мұнда да балапан бар. Қалай көрсетсем болады дұрыс. Бүйтіп көрсетсем, может көрінетін шығар камераға. Жоқ, по-любому дұрыс көрінбейді екен. Мұнда да бар. Так, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екеуінде жоқ. 7 жұмыртқада ұрық бар. Болды. Қазір мына 2 жұмыртқаны алып тастайым. Ары қарата жалғастырамыз инкубацияны. Достар, бүгін инкубацияның 15-ші күні. Бұрынғы алдыңғы жұмыртқалардан 5 жұмыртқа болған. Қазір мына 4-еуі ғана қалды. Ал біреуі өмірін тоқтатыпты. Замер дейді ғой, орысша айтқанда. Тоқтап қалды. Ол жұмыртқаны алып тастадым. Бұрынғылардан 4 жұмыртқа қалды. Әрине бұл мен алдында да айтып өткем, инбридинг бұл жерде. Сол үшін мұндай орын көп алады деп ойлаймын. Енді қалғанын көреміз, шыға ма, шықпай ма. Инбридинг болған соң көбісі 90%-не дейін өліп қалады. Инкубацияның соңғы күндеріне дейін. Қазір мұнда су құям. Айтайын дегенім және де мынандай датчикті осылай қып жұмыртқаға бекіттім 15-ші күннен бастап. Бір датчик инкубатордың ішіндегі температураны өлшейді. Ал екінші датчик ол бос тұрған болатын, мына жақты мына бір бұрышты өлшеп тұрған. Қазір енді жұмыртқаның температурасын өлшейтін болады. Инкубаторды жабам.
Жалпы инкубатордың ішінде 37-8 градус болады, ал жұмыртқаның өзінің температурасы қазір бұл ішіндегі ұрық өсіп кетті. Балапан өскен сайын көбірек қимылдай бастайды. Ал өздеріңіз білесіздер, көбірек қимылдаған кезде энергия бөлінеді, жылу. Сол үшін жұмыртқа қызи бастайды. Сондықтан жұмыртқаны қатты қыздырып жібермес үшін датчик қойдым. Егер жұмыртқаның температурасы инкубатордан бөлек 38-5-тен асып бар жатса, онше инкубаторының температурасын төмендетіп отырамыз. Инкубаторның температурасы 38-7 градус. Мысал үшін 38-6 градус болып кетсе, инкубатордың несін 1 градусқа төмендетеміз. Бағанасын 37-7 қып. Тағы да көтеріле бастаса, тағы да солай. Қалғаны түсінікті деп ойлаймын. Тағы да айта кететін жайт, 15-ші күннен бастап жұмыртқаларды суыта бастаймыз. Инкубатордың қақпағын ашамыз. Бір 5 минутқа, одан кейін 6-7 минутқа, одан кейін 10 минутқа дейін қолмен жұмыртқаны ұстап көреміз. Оны точно айта алмаймыз қандай градусқа. Примерно 32 градус деп айтылады. Бірақ қолдың несімен ұстап көрген кезде жай ғана сәл ғана жылы болып тұру керек. Жұмыртқа қызып тұрмау керек. Сондай градусқа дейін суытамыз да, ары қарата қайтадан инкубаторды қосып, инкубацияны жалғастыра береміз. 28-ші күнге дейін өз суытып отырамыз. Бүгін 30-ші күн, бірінші балапан жұмыртқадан шықты десек болады. Егер балапан дұрыс шықты деген сөз, ол жұмыртқаның мынандай острый гонец дейді, ана жақ тупой гонец дейді. Тупой гонец жағынан жұмыртқаны жарады, кейін өстіп полный круг жасайды, айланады, яғни жұмыртқаның ішінде қақпағын ашу үшін. Сол кезде жұмыртқадан балапанды алып шығуға болады. Ал егер айланбай тұрып, кейбіреулері қанын ағызып тұрып шұқитындар болады, кейбір видеоларда көрсетеді, ол дұрыс емес. Балапан өзі шығу керек. Немесе жаңағыдай шыға алмай жатса, полный жаңа круг жасайды, айналып. Осындай. Міне. Жұмыртқа болатын болса, балайынан айланып шығады. Сол кезде ғана балапанды, егер шыға алмай жатса, сол кезде ғана алып шығуға болады. Ал егер просто жай жұмыртқаны тез қойып, ол бір сутка жатуы мүмкін. Ол кезде алып шығуға болмайды. Егер ол кезде алып шығатын болсаңыз, ана жерден қан ағып, қансырап өліп қалады. Бүгін 31-ші күн. 2 балапан шықты. Ал мына 2 жұмыртқа шықпады сол күйі. Бұларды алып тастаймыз жо. Бұлардан пайда жоқ. Ештеңе шықпайды. Түнде көрдім. Іштерінде балапандар өліп қалған. Енді содан кейін салынған 7 жұмыртқа қалды. Бұлар енді 7 күннен кейін шығу керек. Осыларды шығарамыз енді. Шыққанша қанша шығады бұнда білмейміз. Қандай көрсетейін. Марганцовкаға су құйылған. Осын шашып отырамыз негізі. Жұмыртқаны суытқан кезде осын аздап шашып отырамыз былай. Жұмыртқаны жылдам суыту үшін және микробтарды өлтіру үшін. Қазір 10 минуттай суиды. Содан қайтадан инкубацияны жалғастырамыз. Ал қазір шыққан 2 балапанды көрсетем. Міне 2 балапан. Аппетиттер жақсы. Жұмыртқаны
кішкентай қылып турап, және шөптерді кішкентай қылып турап, мұнда суы тұр. Жеп жатыр баласы. Екінші күн болады бұларға. Бірінші күн ештеңе жеген жоқ. Демалып жатты. Жұмыстан шыққаннан кейін. Еще екінші күннен бастап кәдімгі активно тамақ жеп жатыр. Брудер мынандай пенопликстен жасалған. Каркасы ағаштан пенопликспен қапталған, суық кірмес үшін. Бәрі жабылады, мына төбесі бәрі. Тағы да 7 күн өтті, достар. Міне бүгін 2 балапан шықты. 2 балапан шықты. Міне шығайын деп жатыр. Уже круговой. Полный круг жасайын деп жатыр. Мына жерде балапан. Кеше түнде көргім. Бұл жерде 2 жұмыртқа не болды ғой деймін. Ішінде балапан өліп қалған. Егер қателеспесем. Жұмыртқа шыққан қақпағын ашып. Міне. Қазір көрейін. Не мұнда да не? Тескен ақырындап тесіп жатыр балапан. Мұнда бар. Мұндай енді тесіп бастаған. Мұнда да бар. Мұнда жоқ. Әлі тесілмеген. Ал мұнда вообще балапан өліп қалған, по-моему, мұна жұмыртқада. Қазір мына екеуін брудерге апарам. Қалғандар шығады. Сосын бәрі шыққаннан кейін көрсетем қанша шықты, қанша шықпады толық. Инкубаторды ашып уже тоңа бастады. Қазір брудерге апарам. Міне, тағы да 5 балапан шықты. Алдындағы екеуі үлкен, оларға 1 апта болды. Оларға 1 күн. Сонда барлығы 7. Қазір 7 балапан. Сулары бар. Шөп қойын. Ана жерде жемдері бар. Жұмыртқа. Комбикорм мындай өтілген. Болды, результат осындай. Общий 7 балапан болды. 7 жұмырт болған, естеріңізде болса, соның 5-еуі шықты. 2-еуі өліп қалды. Біреуі бұрыннан өліп қалды, екіншісі шығар кезде. Шығар кезде сол 1-2 күн қалған кезде тоже өліп қалды. Қалғаны осы. Бұл үлкендер шөпті жақсы жейді. Кішкентайлар үйреніп жатыр жаңында.
Болды, енді хозяйны келіп балапандарды алып кету керек. Соны күтем. Болды, осымен инкубация аяқталды.